Бұлтты технологиялар. Бұлтты технологиялардың жоспарын айта кететін болсам, кіріспе, бұлтты технологиялар түрлері, бұлтты технологиялар артықшылықтары мен кемшіліктері және қорытынды. Бұлтты технологиялар, кіріспе, бұлтты технологиялар бұл деректерді сақтау, өңдеу және басқару үшін интернетті немесе басқа да желі ресурстарын пайдалану негізінде жұмыс істейтін ақпараттық технологиялар. Бұлтты технологиялар түрлері. Үш түрі бар. Бірінші түрі инфрақұрылым ретінде қызмет көрсету лас. Бұлтты программаларда компьютерлік ресурстарды ұсынатын модель. Бұлтты технологиялар түрлері. Екінші түрі платформа ретінде қызмет көрсету фас. Әзірленушіге бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу, тестілеу және орналастыру үшін қажетті барлық құралдарды ұсынатын бұлтты платформа. Үшінші түрі бағдарлама ретінде қызмет көрсету сас. Дайын бағдарламалық шешімдер бұлтта орналастырылып, интернет арқылы қолжетімді болады. Бұл қызметтердің мысалдары ретінде Google, Drive, Microsoft 365 және басқа тағы да кеңсе бағдарламалары табылады. Бұлтты технологиялар артықшылықтары. Қолжетімділік барлық мәліметтер мен қосымшалар интернет арқылы кез келген уақытта және кез келген жерден қолжетімді болады. Икемділік жүйелерді оңай кеңейту немесе азайту мүмкіндігі, яғни қажетті ресурстарды сұраныс бойынша арттыру немесе азайту. Бұлтты технологиялар қауіптері. Құпиялық және қауіпсіздік деректердің сыртқы серверлерде сақталуы, қауіпсіздік мәселелерін туғызуы мүмкін, себебі ол үшінші таптың бақылауында болуы мүмкін. Қорыта келе, бұлтты технологиялар бизнес пен жеке қолданушыларға көптеген артықшылықтар ұсынатын, бірақ оларды тиімді пайдалану үшін қауіптер және тәуекелдерді де ескерген жөн.